Тағы да бір әңгіме айтқым келіп отыр. Себебі бұл әңгіме менің есімде көптен бері жүр. Қай жерден оқығанымды таппадым, осы ескі кітаптарды ақтарып көрдім. Ә, Есте қаларлықтай нәрсе. Сіздермен бөлісейін. Баяғыда бір бай болады. Байлығының, малының көптілігі сонша, сондай бір табын жылқылары, отыр қойлары жер бетіне сыймастай екен. Сол байлығына мастанып, шіреніп, мақтанғысы келіп, 3 баласын шақырып алады. Үлкен баласынан сұрайды: "Мен өлсем, сен менің қалай көмесің?" деп. Үлкен баласы айтады: "Әке, осы байлықтың бәрін сатсам да, сізді атыңызға лайықты қылып аттандырамын ғой" дейді. Оған риза болады. Одан ортаншы баласын шақырып алады: "Сен қалай көмесің?" "Ой, әкей, осы байлықтың тең жартысын сатсам да, сізді арулап, малдың жартысының көбісін сойып шығарып салам ғой" дейді. Содан 3-ші баласын шақыртып алады: "Сен қалай көмесің?" Ол бала жартып ештеңе айтпайды да: "Сіз бірінші өлсеңіз, сол кезде көреміз ғой" дейді. Оған ренжіген бай: "Сен менің байлығымның бір малын да қимай отырсың ғой. Кет" деп үйінен қуып жібереді. Неше жылдар өткеннен кейін сол елде қатты жұт болады, малдың бәрі қырылады. Жаңағы байдың 2 үлкен баласы бас ауған жаққа көшіп кетеді. Сөйтіп жүргенде кіші баласы естиді әкесі қайтыс болғанын. Сөйтіп кіші баласы келсе, әкесі қайтыс болғанын көріп, жерлейді. Қолындағы барын союға мал таппай қалады. Сөйтіп моланың басында тұрып айтқан екен: "Әке, сенің өлерің осындай болды, менің көмерім осы болды" дейді. Міне, бұл да бір есте қаларлықтай, есте жүретіндей әңгіме деп ойлаймын. Қабыл алыңыздар.